дағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Кіші балам ортаншы мектеп бітірді, бұл жақта бастауыш мектеп бар, ортаншы мектеп бар, жоғарғы мектеп бар. Бұның барлығы біздегі Қазақстандағы орта мектеп болып есептелінеді. Бұларда мектеп жүйесі үшке бөлінген, үш бөлік мектеп болады кәдімгі. Ғимараттарды бөлек, бәрі бөлек. Мекен жайлары да бөлек. Сол себептен енді орта мектепті бітірген, middle school. Енді жоғары мектепке түсті. Яғни 9-шы, 10-шы, 11-шы, 12-шы сыныпты бөлек high school дейді. Жоғарғы мектеп деп атайды. Сол кіші ұлым ортаншыны middle school'ды бітіріп, соған өтіп кетті high school'ға. Сонымен енді қолымыздағы 8-ші сыныпты бітірген, 8-шіні бітірген 9-ға өтеді ғой. Осы 8 жыл оқыған үшін мынандай диплом береді. Түрі осындай. Бұл да бір аттестат сияқты бір нәрсе.